Бүгін бізде өздеріңіз білетіндей қаладан келген қыздың ең соңғы сериясы 3-ші бөлім. Сіздер қатты күткен шығарсыздар. Ендеше біз бастаймыз. Кішкене қатып қалып жатыр. Келдік үйге. Я, қызым, шаршап келдік. Ой, ұзақ жол өте. Я, ата, өте алыс жол ғой, өздеріңіз білесіздер ғой. Күнде барып жүрген жеріміз. Енді мен бірінші рет барып тұрғаннан кейін көп жол сияқты. Я, бізде бірінші рет барып тұрмыз ғой, қызым. Сол бізге де алыс болып тұр енді. Жарайды онда. Айтпақшы, бір апта өтті дегенде енді менің ата-анам келеді, өздеріңіз білесіздер. Я, қызым, біз де сені қимаймыз. Я, қызым, мүмкін бір ай қаласың. Жоқ, бір ай шыдай алмаймын. Негізінде шыдауға болады. Я, білемін, қыздар неге олай ұрысып тұрмыз, енді үйге кірейік. Жарайды ата, жарайды ата. Есіктің алдына жеттік ау. Я, жеттік. Әже, сіздер демалып алыңыздар, ұйықтамаған шығарсыздар. Я, әже, ұйықтап алыңыздар. Сендер онда үйге қонақ келеді, өздерің білесіңдер, шай дайындап қойыңдар. Жарайды. Достар, бұл серия өте көп ұзақтау болады. Мен онда мен заттарды көрейін, шайға дайындайын. Я, мен онда қаладағы тамақтарды дайындайын. Мен онда қазір бутерброд жасайын. Ой, жаман екен, мен дұрыс істей алмадым ау. Екен, істесек не болады екен? Салат. Шай дайын болды. Я, кеттік, киімімізді ауыстыра алайық. Мақұл. Кеттік. Давайте мына маскаларды киеміз. Кеттік. Кеттік. Тұрайық біраз. Қазір ата-анам келіп қалады.
ата-анам келетіне қатты қуаныштымын. Мен сен ата-анам келетіне қуаныштымын. Рахмет. Тоқ. О, мен ата-анам келді. О, мама, қалайсыз? Жақсы көріп келдіңіздер ме? Я, қызым, қалайсың? О, қызым, қалайсың? Жақсы өткіздің ба күніңді? Я, жақсы өткіздім, папа. Ата әже қазір ұйықтап жатыр. Я. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсің бе? Мен отыра берейін. Ата әжені шақырып келемін. Ата әже, тұрыңыздар. О, кеп қапты ғой қонағымыз. Кеп қалыпты ма? Киімімді ауыстырып алайын. Кеттік, жүріңізге келіп қалды. О, папа, қалайсыз, жақсымысыз? Я, балам, жақсымын. Қалайсыз? О, мама, қалайсыз, жақсысыз ба? Я, жақсымын, қызым. Жүріңіз, отырыңыз, шай ішеміз. Я, отырыңдар, төрге өтіңдер. Біз алда өзіміз шай іше береміз. Қалайсыз, жақсысыздар ма? Я, жақсымыз. Не жаңалық? Сол тыныш. Қызымыз алып кеттің деп келген едік. Я, бізде қимаймыз енді қыздарыңды. Я, амал жоқ енді басқа әже. Я, алып кете беріңдер. Бізге үйренісіп те қалды ғой. Сен кететіңе сенбей жатым ше. Бірақ қонаққа келіп тұрамын. Кел отыр. Сендерге келгенде қатты сөйлеп қойғаныма кешір енді. Я, барлық қалалық қыздар солай істейтін шығар. Айтпақшы, мен саған бір тосын сыйым бар. Қандай? Міне мынау Мишка, ол өте жақсы. Мен Мишканы қатты жақсы көремін. Мұнан саған сыйлыққа берейін. Рахмет. Жарайды, мамамда біз қайтайық үйімізге. Қалаға қайтуымыз керек, жұмыстарымыз да бар. Я, пап, қайтайық бізде. Қызым, қайтамыз. Жарайды, балапандары мен сендерді қимаймыз. Кеп тұрсыңдар. Я, тек қана бізде жұмыс көп, сондықтан келмей жатырмыз деген сияқты. Сіздер де келіп тұрсаңыздаршы бізге. Қызым, енді ақша жоқ, білесіңдер. Онда сіздер почтамен ақша жіберіп тұрайық. Жоқ, керек емес. Жеміс-жидектеріміз бар, соларды сатып күнімізді көреміз әйтеуір. Я, ақшалардың керек емес, өзіміз жұмыс істеп тауа береміз. Шынымен ба, папа, кейін ауырып қалып жүрмейсіз бе? Жоқ. Негізі мен де білем ғой. Жарайды онда. Сау болыңдар, балапандарым. Сау болыңыз, папа. Қызым, кеттік.
Жарайды, сау болыңыздар. Достар, біздің осы сериямыз ең соңғы серия болғандықтан бұл серия өте жақсылықпен аяқталды. Сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де бұның бірінші маусымын, осы серияның бірінші маусымын көргілеріңіз келсе, осы видеоның астына 100 лайк жинап кетіңіздер. Сау болыңыздар.